Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен маффиндер жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 300 грамм ұн, 120 грамм сүт, 180 грамм қаймақ, 120 грамм май, 160 грамм қант, 50 грамм какао, жарты шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық ас содасы, және 50 грамм шоколад қажет. Жұмыртқаны қантпен біріктіріп, көпіргенше араластырамыз. Үстіне сүтті құйып араластырамыз. Майды қосамыз. Қаймақты қосамыз. Құрғақ қоспаларымызды біріктіріп, араластырып, массамызға қосып араластырамыз. Массамыз дайын. Осындай дайын формаларға бір ас қасықтан құйып, үстіне ақ шоколадты сеуіп, дайындаймыз. Ve 25 minut pişiremiz. Muffinlerimiz dayın, astarınız dәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.